Қазал ауданынан жағымды жаңалық. Жаңа жыл қарсаңында Бекарыстан би ауылының бүлдіршіндері жаңа балабақшаның табалдырығын аттады. 100 орынға лайықталған тәлім орталығын осы ауылдың тумасы кәсіпкер Болат Сансызбаев өз қаржысы есебінен салып берді. Бекарыстан би Қазал ауданындағы іргелі елді мекеннің бірі. Былтыр ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 3 миллиард теңге қаржы қаралып, ауыл орталықтандырылған ауыз су желісіне қосылды. 8 көшеге асфальт төселіп, жарықшамдар орнатылды. Ал енді жаңа жыл қарсаңында жаңа балабақша ашылып, ел игілігіне беріліп отыр. Шараға аудан әкімі Мұхтар Оразбаев қатысып, көпшіліктің қуанышына ортақтасты. Бұл балабақшада 100-ге тарта бала тәрбиеленеді. Әрине, бала біздің келешегіміз, бала біздің болашағымыз, бала біздің ертеңіміз. Балдарға бүгін жасалған жұмыс, игілікті істеріміз ертең қайтарымы айдан анық. Сондықтан Болат Сансызбаевқа аудан әкімі ретінде арнайы алғысымды білдірем. Біріншіден елге осындай ғимарат салып, халыққа жағдай жасап жатқаны, қаншама жаңа жұмыс орындары ашылайын деп тұр. Бұл да елге жасалып жатқан игіліктің бірі ғой деп ойлаймын. Бекарыстан билік бүлдіршіндер бұған дейін мектеп жанындағы шағын орталықта тәрбиеленіп келген болатын. Енді міне 100 орынға арналған жаңа балабақшаға қоныс аударды. Бөбекжай барлық талаптарға сай. Әр топқа арналған ойын бөлмелері, сабақ оқитын және жатын бөлмесі, асхана, жуынатын жері бәрі қарастырылған. Ең бастысы іші кең әрі жылы. Біздің ауылымызда ұмытшағана балабақшасы ашылып, пайдалануға беріліп жатыр. Өте қуаныштымыз, балалар да риза. Барлығы қуанып жатыр, жаңа ортаға келіп жатырмыз. Бұл жерде балабақшаларымыз барлық жағдайы жасалған. Енді 50 бала әзірге қамтылып тұр. Енді 50 баланы қамтуға тырысып жатырмыз. Ертең қаңтар айынан бастап осы балабақшада жұмыс жасаймыз ары қарай. Осылайша туған жерге тағзым етіп, үлкен іс сындырған Болат Сансызбаевқа елдің алғысы шексіз. Еңкейген қариядан ес білген баласына дейін қуанып жүр. Атымтай жұмаш атанған кәсіпкер туған өлкені өрістету менің перзенттік парызым дейді. Осы жерде туып өсіп, суын ішіп, нанын жеп отырды ойнаған балам. Сондықтан сол өзім туып өскен жеріме деп балабақша салдым. Мына 100 орындық балабақша 20 шақты адам жұмыспен қамтылады. Қазір 12-сі дайын тұр жұмыс қылатын. Енді бір 7-8 тағы да алынады. Нормативке сай, ішінде туалеті, ішінде жабдықталған бәрі. Балдардың қандай несі бар, сес деп айтамыз ғой, соның қандай нормативтері бар, соның бәрі толықтай орындалған. Ел мүддесін, бүлдіршіндердің болашағын ойлаған азаматтың бұлысы көпке үлгі. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзарапшин, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазал ауданынан.